Келес ауданының, міне бүгін Қазығұрт ауданының шаруаларымен кездесіп жатырмын. 15 желтоқсан күні ауыл шаруашылық басқармасына орталықтан 500 миллион теңге субсидия түседі. Сол субсидия 500 миллион теңге 5 минуттың ішінде жоқ болады. Оны кім алып кеткені белгісіз. Жаңа жыл қарсаңында әлеуметтік желіде шу болған шаруалардың жанайқайына ауыл шаруашылығы министрлігі де кірісті. Құжаттарын қабылдағанмен қожалық иелерінің мәселесі әлі түбегейлі шешілмеген. Жалпы бұл саладағы субсидиялау екі бағытта: асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту және ауыл шаруашылығы өнімін өндіру мақсатында беріледі. Ал осы міндетті жүзеге асыру жолында қаншама бағдарлама бар екенін білесіз бе? Сыбаға, ырыс, агробизнес, іскер, қарапайым заттар экономикасы, мал шаруашылығын дамыту бағдарламасы. Мұның сыртында еңбек бағдарламасы аясында микрокредит алып 4 түлік өсіруге де болады екен. Алдым ғой. 3 миллион алдым. Зейнеткер Қалыбай Пердешев 3 миллион теңге несие алу үшін бірнеше ай жүгірген. Қазір қорасы малға толған, бірақ құжат жинау қажытады дейді ол. Анау документіміз дайын емес, мынау документімді дұрыс емес, соны дұрыстаймын деп біраз уақыт жүріп қалдым. Ата кәсіппен айналысқысы келетін ағайын көп, әттең бір кем дүние. Тентегіміз бар, Қазагро деген. Ауыл шаруашылығын қолдау үшін құрылған сияқты, бірақ жасаған тірліктері ауыл шаруашылығын құртуға құрылған сияқты. Қайда барсаң да кепіл. Ауылдағы қазақтың шаруасында не кепілі бар? Ауылдағы үйіма 500 мың теңге немесе 1 миллион болатын. Кепіл мәселесін министрліктің өкілі түсіндіруге тырысты. Жұмысын енді бастап келе жатқан шаруашылықтарға кепілдендіру үшін Қазагро қаржы кепіл акционерлік қоғамы тарапынан 85%-ға дейін кепілдендіру қарастырылған. Ал қалған 15%-ын жаңағы несие алушы өз мүлкін қояды, немесе үшінші адамның мүлкін қою арқылы кепілдендіріледі. Мәселен, субсидиялаудың талап тәртіптері жиі өзгеріп тұрады екен. Былтыр аналық басқа жаңағы бұзау сиырға 20 мыңнан болды, биыл 15 мыңнан. Неге азайып кетті? Соны білмеймін. Соны көбейтсе, кішкене көбірек те болса жақсы болады. Жем шөп енді қымбаттап жатыр. Міне, биыл еліміз бойынша қыстың соңы ұзап кетті. Наурыз айының бітуіне де санаулы күн қалды, бірақ мал әлі қолда тұр. Шаруаларға оңай тиіп жатқан жоқ. Өткен жылы кейбір өңірлер осы жем шөпті де субсидиялаған екен. Міне осы бір көмекті, осы бір тәсілді болашақта жүйелі түрде жүзеге асырса дейді шаруалар. Қызылордадан Гүлшара, жаңағы Ақтөбеден Оразалин, тағы үш әкім, мынандай қыс боларын білді ма, жем шөпке субсидия беруге міндетті болмаса да бергізді ғой. Егер сол жем шөптің субсидиясы берілмегенде бүгін қаншама малымыз қыралар еді. Бірақ қалған өңірдің әкімдері соған жарамай жатыр. Қалған өңірлерде ахуал қиын. Бұл Ақмола облысы Қорғалжын ауданының аумағы. Қар әлі сіресіп жатыр. Жылқының өзі тебіндей алмай қорада тұр. Жылқыны асырау жаңағы қиындап баратыр, міне қыс созылып баратыр. Көріпсіздер. Енді жылқының малы жаңағы субсидия берілмейді дейді сол. Енді 4 түліктің малын бәріне беріліп жатыр ғой субсидия. Шошқаға. Иә, ұсақ шаруашылықтарға бұйырмаса да ірі қожалықтар алып жатыр үкіметтен қаржылай қолдауды. Мысалы, өзге мемлекеттен асыл тұқымды бұқа сатып алғандарға әр басқа 400 мың теңгеге дейін субсидия беріледі. Ал елдегі мал өсіруші кәсіпкерлерден алса, әлдеқайда аз төленеді. Қазақтың ақбас сиыры да шетелден келген мақтаулы малдан артық болмаса кем емес. Міне, аққардың үстінде туған бұзау аязға қайғырмай аяқтануда. Мал шаруашылығын дамытуға, ауыл шаруашылығы өнімін арттыруға субсидияны қанша берсе де, қалай берсе де, елде ет пен сүттің бағасы қымбаттамаса арзандап жатқан жоқ. Парадокс. Артур Мағзомов, Маржан Бақыт, Иманбек Нұрғалиев, Батыр Оразбеков. Басты бағдарлама.